Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде дәмі аузда еритін печеньелер. Алдымен шекерімізді саламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне еріген маргаринді салып, жақсылап араластырамыз. Күн шекері еріп, біркелкі сұйықтық пайда болады. Енді үстіне ұнымызды саламыз және де 1 шай қасық разрыхлитель салатын боламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды теңдей 2-ге бөлеміз және де ыдыста қалған қамырға 3 ас қасық какао қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырларды тоңазытқышқа 1 сағатқа салып аламыз. Енді печеньені дәл видеодағыдай дайындайтын боламыз. Менде осындай формада 25 дана печенье шықты. Енді мына қалған қамырдан басқаша формада печенье жасайтын боламыз. Менде бұл формада 28 дана печенье шықты. Міне өздеріңіз көріп отырғандай печеньеміз әдемі болып пісті. Дәл осы құраммен жасасаңыз, салмағы 900 грамм болатын печенье шығады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдауларыңызды сұраймын. Ас болсын.